Құранның көптеген аяттарында, пайғамбарымыздың көптеген хадистерінде орта жолды ұстану, принцип золотой середины. Әр нәрседе шектен шықпау, шамадан тыс бір шектен шығып кетпеу деген принцип бар. Уасатия деп аталады. Жалпы Құранда мұсылмандарды Құран сипаттағанда وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, біз сізді орта жолды ұстанатын үмбет қылдық деген аят бар. Яғни кез келген нәрседе, сенімде, іс-әрекетте, қарым-қатынаста, тіпті көптеген мәселелердің барлығында ислам орта жолды ұстануды бұйырады. Бағана айтып кеткен хадисіңізде, жалпы Құранда тағы бір аят бар, бұрынғы үмметтерге қатысты: «Ла тағлу фи диникум», дінде шектен шықпаңыздар. Діннің де өзінің мөлшері бар. Шектен шығатын болсаңыздар, бұл апатқа алып келеді.